осыдан 8 жыл бұрын осы елорда төрінде үлкен бір рухани ошақ ашылды. Ол рухани орталыққа елбасы Әзірет Сұлтан мешіті деп атау берді. Елімізге келген, шетелден келген әртүрлі деңгейдегі қонақтар, тіпті елбасылар бәрі осы біздің Әзірет Сұлтан мешітіне келіп, ат басын бұрып, зиярат етіп кетеді. Және келген кезде мешітке кіре берісімен біздің қазақ елінің жалпы руханилығы, ұлттық құндылықтардың, ұлттық болмыстардың осы орын алғанын көріп тамсанып жатады. Жалпы елбасының еліміздің рухани тұрғыда дамуына қосып жатқан үлесі зор екендігі баршамызға аян. Қазақстанның жүрегі Нұр-Сұлтан болатын болса, Әзірет Сұлтан мешіті сол жүрекке бір өзінің нұрын шашып тұрған, өзінің бір рухани қанымен қуаттап тұрған орталық деуге толыққан негіз бар.